Мына алаңның 1 квадрат метрінде 17.000 талшық жасанды шөп бар. Ұстасаңыз қалың әрі жұмсақ. Осындай жасанды шөптер облысымызда бірінші рет қондырылды. Қуантатыны дәл осындай 40 алаң пайдалануға берілді. Негізі әр заттың өзінің фишкасы болады ғой. Мысалы, жаңағы былай айтсақ, мысалы парктың фишкасы ол теректер. Сол сияқты футбол алаңдарының фишкасы ол бірінші газон, жасыл шөбі, жасанды жасыл шөбі. Бұл да бір аса көп тәжірибеден сабақ болып келген. Оған дейінгі Атырау қаласында орнатылған футбол алаңдарында 1 шаршы метрінде 11.000, 12.000, әрі кетсе 13.000 талшық шөп болған. Қазір арнайы Қытай мемлекетінен тапсырыс берілген 1 шаршы метрінде 17.000 талшық жасанды шөп орналасқан бұл жерде. Бұл не үшін? Бұл футбол ойнаған кездегі ең бірінші қауіпсіздік. Құлаған кезде, сүрінген кезде, құлаған кезде бұл жұмсақ қабылдайды адам дерісін. Сосын бұрынғы жасыл газондарда арнайы таймас үшін резинкілер себетін еді. Ал бұларда заводтан бірге орнатылып келеді. Бұл жұмсақ біріншіден, екіншісі адамның табаны арнайы кроссовкалардан таймайды. Мұның өзінде де өзінің атқаратын функциясы бар. Мына темір торлар, мына темірдің сыртына емес ішіне бекітілген. Өйткені доп тиген кезде доптың соққысы барлық жерге таралады да, өзі бекітілген жеріне шығып кетпейді. Мына жерде қарасаңыз қақпаның да өзінің ерекшелігі бар. Бұрынғы футбол алаңдарының қақпасы жұқа темірден және ол бетонға бекітілмеген бұл. Қазіргі орнатылған қақпалардың барлығы бетонға тікелей орнатылған және қалың темірден. Бұл қай бағытқа шайқасаңыз да ол қозғалмайды, не алға түсіп кетпейді, өйткені артында арнайы бетонға бекітілген және темірге бекітілген. Қазіргі таңда Атырауда ескілі жаналы 700-ге жуық балалар және спорттық алаңдары бар. Олардың барлығы бірдей халық игілігіне жұмыс жасап тұр. Спорт денсаулық кепілі.